Саламатсыз ба? Сіздің дауысыңыз естілмей қалды. Менің дауысым жақсы естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ақбота ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Дауысыңыз жақсы естіліп тұрса, жақсы көріп тұрған болсақ, Қазір 1 минут, иә, ренжімесеңіз. Саламатсыз ба, Айко? Бұл Алматы қаласы жастарға қолдау орталық. Шығармашылық жастарға мақсатында шетелдік дамыту мақсатында жасалып жатқан бұл жерде қалай дұрыс сөйлеуге болмаса жылдам сұрақ қою, сөйлеу мәдениеті, тіл тазалығы туралы әртүрлі осы салада жүрген адамдармен сұхбаттасамыз. Бүгін біз кезекті сұхбатымызда журналист Бота Ербол тұрмыз. Сұхбатымызда тағы ештеңе етпейді, бала байларымыз ғой, үйде кішкентайлар шулап жатыр ма? Ақбота Ерболқызы, иә? Қателеспесем. Қуанышбекова Ақбота Ерболқызы, Заң медиа сайтының және Заң газетінің тілші журналист. Дұрыс қой, иә? Иә, дұрыс. Ақбота ханым, сізге ең алғашқы сұрақ осы болсын. Әркім қазақта мынандай сөз бар ғой. Бірінші жар таңдаудан, екінші мамандық таңдаудан қателеспеу керек деп. Алғашқы сұрақ, мамандық таңдаудан қателесіп кеттім деп ойламайсыз ба, және журналистикаға қалай келдіңіз? Осы сұрақтан бастайық. 2011-дің аяғы осы журналистика факультетін Казгуды бітірдім, өзім Әл-Фараби атындағы. Қазақ ұлттық университетін барып, сыртынан тамашалап, осы жерге журналистикаға түсем деген арманым болды. 2011-де мектепті аяқтағаннан кейін 2012-де осы Казгудың түлегі атандым. Журналистика мамандығына оқуға түстім. Енді басында бізде енді жастарды журналист болам деген жастарда андай бір эго болады ғой. Телевизиядан шықсам, танымал болсам деген ондай нәрсе менде де болды. Менің қатарластарымның барлығында болды десек те болады. Солай бардық, солай боламыз деп та ойладық, бірақ кейде біз қалаған нәрсе бола бермейді, тағдырдың өзінің жазып қойғанда бар екен. Қазір мүлде телеарнада, телевизия саласында мүлдем жұмыс жасаған жоқпын, жұмыс жасап көрген де емеспін. Газеттің бағытында кеттім, журнал мен газеттің бағытында. И сол саламен міне 7 жыл болды ғой, сол салада жұмыс жасап келе жатқаныма. Журналистиканы таңдағаныма ешқашан өкінген емеспін. Егер екінші рет өмір сүру берілсе, осы саланы тағы да таңдар едім деп ойлаймын, себебі ол менің енді адам, шығармашылық адам ол мүлде бөлек қой, қолынан жазу келетін, сөйлеу келетін адам, оның табиғаты мүлдем бөлек келеді деп ойлаймын. Соның әсері шығар. Әлі күнге прям күшті жақсы сөйлей алмаймын, бірақ мен жазғанды өте қатты жақсы көремін. Кейде қиялданып, ойдан бір жазбалар жазып кететін де әдетім бар. Ол кез келген шығармашылық адамда бар деп ойлаймын енді. Сол журналистикаға осылай түсіп, енді осылай әлі осы салада жұмыс жасап келе жатырмын. Әлі де жаспын ғой. Енді бұйырса осы салада бір өзімнің шығатын шыңым бар шығар деп ойлаймын. Яғни сіздің артыңызға жазылған шың әлі тұр, оған Ақбота әлі сапар. Жеткен жоқ әлі. Тамаша. Енді жаңа өзіңіздің пікіріңізден ойға мынандай сұрақ оралып тұр. Телеарна, яғни сөйлейтін журналистер жазуға шорқақ. Жазатын журналистер айтуға, сөйлеуге шорқақ. Иә, келісемін. Заңдылық па, әлде сондай бір қалыптасқан ба? Енді телеарнаның тілі жеңіл ғой. Мысалы, газетпен журналдың жазылу стилін салыстыра алмайсың, сайтты мүлде салыстыра алмайсың. Енді қазір бізде медиа нарық деп айтамыз ғой. Осы соңғы 10 жылдық деп алайықшы, соңғы 10 жылдықта интернеттің дамуы ғарыштап дамып жатыр. Интернет дамыған соншалық қазір ақпарат деген өте
толассыз ағылып жатыр ғой. Ақпараттың тығыны ашылған заман деп те айтып жатамыз. Кез келген елдің, кез келген жердің ақпаратымен танысып отыра аламыз. Қазақстанда отырып алып Қырғызстанның, Ресейдің, Американың сайттарын ашып оқи аламыз. Қарап отырсақ, бізде дәстүрлі бақ, электронды бақ деп бір-бірімен жаңағы жіктеп ажыратып айтады ғой. Электронды баққа сол сайттар, веб-порталдар жатады. Ал дәстүрлі бақта сол телеарна бар, радио бар, газет бар, журнал бар. Енді әрқайсының өзінің ақпарат беру стилі бар. Олар бір-біріне мүлде ұқсамайды. Газет көп күрделі, оны жаңағы тақырыпты талдап жазу керек, салалық материалды, барлық сараптамалық материал жасау керек деген сияқты. Ал телеарнада енді ЗКТ деп айтады, синхрон деп айтады, ол оңайды, мысалы, бір-екі сөзбен жаза саласыз. Мүмкін содан шығар шорқақтау келеді дегені телеарнаның. Бірақ газетте істеген адам телеарнаға барса, телеарнада істеу өте қиын. Себебі біз газеттің андай әдеби тілдерін үйреніп аламыз да, ал ол жаққа әдеби тіл қажет емес деген сияқты ғой. Енді қазіргі сайттың беру, енді мен өзім сайтта да 4 жылдық нем бар, тәжірибем бар, сайтта істеген. Соған қарағанда, мысалы, сайтта тоже тілі жеңіл. Қазір адамдар 3-4 беттік материалды, сараптамалық материалды негізі оқымайды. Біз қанша оны талдап, керемет қылып газетке жазып оны ұсына берейік. Қазір адамдар 1-2 минуттық видеоларға, қысқа ғана, мысалы, абзац қана материалдар оқуға, мысалы, тақырыппен тартып алып жатсаң, оқу мүмкін, ал егер тақырыппен тартып алмасаң, бірінші абзацын оқиды да, одан кейін оны қарамауы да мүмкін. Қазір қысқа нұсқа ақпараттарға, қысқа нұсқа жаңалықтарға оқырман құмар болып кетті ғой. Енді оған оқырманды да кінәлауға болмайды деп ойлаймын, себебі біз қандай өнім ұсынамыз, соны тұтынады ғой адам деген. Жаңа сіз айттыңыз ғой, яғни телеарнада оңай дедіңіз, бірақ енді шындығы керек, әр жұмыстың өзінің қиындығы бар ғой. Мысалы, мен үшін сайттың өзінде болмаса неде журналистика саласында, яғни газет беттерін жұмыс істеу ол да қиын. Себебі тіл әдебиет маманы ретінде мен қатты көркемдеп жіберуім мүмкін да, мысалы, оқиғаны. Жаңа телеарналарда суфлер дейміз ба, жаңа экраннан көрсетіп тұрады текст, ондай бар. Болмаса, құлаққаптар арқылы ар жағындағы көмекшілер мәтінді қоятын сұрақты бәрін айтып тұрады. Осы тұрғыдан келгенде жазба журналистерге, яғни газет журнал журналистеріне қандай ізденушілік керек деп ойлайсыз? Ойбай, енді өзіңіз жазатын енді қараңызшы. Енді мен андай бір аға буын өкілдерінің қатарындағы адам емес, жаспын ғой енді. Жас болғанда. Тәжірибеңізден бөлісуіңіз ғой бұл енді шындығы керек, былай айтқанда. Енді қазір осы мемлекет басшысы, осы Қасым-Жомарт Тоқаев газеттерге жаңағы мұғалімдерді немесе мемлекеттік органдағы адамдарды күштеп жазуды тоқтату керек деген сияқты үндеуінде айтқалы бері қазір газеттердің басына қара бұлт үйірілді десек те болады. Себебі қазір мектептің өзіндегі мұғалімдер газетке жазылуға біз міндетті емеспіз, президенттің өзі айтқан, біз жазылмаймыз деген сияқты әңгімелер айтады да, газетке жазылатын подписка дейміз ғой, жазылушылардың саны күрт азайып кетті. Енді мемлекет қолдап отырған газеттер өмір сүріп жатыр, ал өз-өзін қамтамасыз етіп отырған газет журналдардың біршама жабылып қалды ғой. Тіпті Жұлдыздар отбасы, Аңыз адам деген өте, мысалы, өз-өзін қамтамасыз етіп отырған нарықтағы керемет сұранысқа ие журналдардың бірі еді, ол да жабылды. Мысалы, қазір жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының өміршең болуы үшін қазіргі нарықтық заманға икемделуі қажет деп ойлаймын. Ең бірінші, газет беттерін мүмкін енді сайтқа ауыстыру керек те шығар деп ойлаймын да, бірақ та немесе газеттегі материалдардың барлығын сайтқа сала салып олай істегенде дұрыс емес. Мынандай газеттер бар да, сайтқа газет шығады, и оның бүкіл материалын сайтқа салады. Онда газет не үшін шығады деймін да мен. Сонша ақшаға газетті шығарасың, оны бәрібір адам алмайтын болса, оны бар сайтқа сала салатын болса, оқитын адам сайттан іздеп ақтауып оқиды ғой, газет мысалы жайына қалады да. Осы енді газеттің жазылу, журналистердің жазылу стилін, газеттің материалдарының жазылуын емес, газеттің
жаңағы менеджмент жағында, менеджерлік, пиар жағын, экономикалық жағын қалыптастыруды ыңғайластыру керек сияқты. Ол журналистерді қалай икемдесең де солай қарай икемделіп жаза береді ғой. Бірақ ең бастысы сол нарыққа сай қылу керек та газетті. Оны білмеймін, стилін өзгерту керек па, мүмкін олардың пиар менеджерлері дұрыс жұмыс жасау керек па, сондай сияқты жақтарын қарастыру керек сияқты маған. Енді президентіміздің жарлығы шықты, яғни мемлекеттік мекемелерде болсын, кез келген салада белгілі бір бағытқа күштеу болмасын, еркіндік болсын деген. Мемлекеттік жарлығы шыққанмен басшылық тарапынан кейде күштеу болып жата ма? Жалпы сөз бостандығы, ой еркіндігі бар ма? Қазіргі таңда журналистер. Мен жұмыс жасап жатқан жерде ма? Енді мен мынандай сөз бар ғой. Егер сен тәжірибе жинақтағың келсе, мен оны қысқа нұсқа қазақшалап айтып берейін. Егер тәжірибе жинақтағың келсе, бір жерде 3 жылдан артық жұмыс жасамау керек екен. Яғни сен 3 жыл бойы ол жерден алатын тәжірибенің барлығын алады екенсің да, 3 жылдан кейін ол саған немесе сен оған болды ештеңе бере алмайсың. Енді прям осы қағидамен өмір сүремін деп айта алмаймын, бірақ та егер де мен жұмыс жасайтын жеріме пайдамды тигізе алмасам, мен шығып кетемін. Егер оның маған беретіні, менің оған беретінім қалмаса, сарқылса да, таусылса, мен ол жерден шығып кетемін. Менде сондай кішкене позиция бар. Мүмкін соның арқасы шығар, қазір газет, журнал, сайтта міне 3 бұқаралық ақпарат құралдарында тәжірибем бар. Бірақ қазіргі жұмыс жасап жатқан жерімде ешқандай қыспақтау жоқ. Сөз еркіндігі, сөз бостандығы бар. Барлығын ашық жаза аламыз. Сұраныс та бар. Халықтың өздері келіп, жаңа газет алып, өздері сұрап, осындай материалымыз бар еді, осындай проблемамыз бар еді, заң бойынша осындай жаңағы келеңсіз жағдайға душар болдық, шешім бар ма деген сияқты өздері келеді редакцияға. Енді ашық, барлығы еркін жазып жатырмыз. Өз басым ешқандай қыспақтауға түспеппін әлі күнге. Жақсы, тамаша. Ақбота, енді сайттың қаралымы көп па, газеттің таралымы көп па? Жалпылама ма? Жалпылама қаралым көп шығар, себебі қазір өйткені қазір сайттардың дәурені жүріп тұр ғой. Енді Қазақстанда қазір номер 1 деген сайтқа Тенгриньюс жататын шығар. Себебі Тенгриньюстың енді охваты, қаралымы өте үлкен. Одан кейін Нұргазетті жатқыза аламыз деп ойлаймын. Енді сары басылым деп көбісі айтады, бірақ сол қолынан келсе қонышынан бас дейді ғой. Сол сары басылымның деңгейіне жете алмай жатқан сайттар да бар. Дегенмен бір нәрсе, 3-ші орынға Закон газетті қояр едім мен сайттардан, осы 3-еуін. Дегенмен де бізде салалық журналистиканы дамыту керек деп мен айтқым келеді. Себебі қазір салалық бағыт дамып жатыр. Бізде журналист деген әмбебап қой кейде. Әлеуметтік тақырыпта да жазады, саясатты да жазады, экономиканы да жазады, бірақ жазғанда бетін ғана жазады да, оның астарын біле бермейді. Сондықтан, мысалы, экономика саласында жазатын экономист журналистер, саясат жазатын саясаттанушы журналистер қалыптасса, дамса деген ойым бар. Себебі сосын одан бөлек бізде таяу шығыстың, мысалы, орталық Азияның саясаттарын жазып, оларды Қазақстанның даму үлгісімен салыстырып, Қазақстанның тежеліп жатқан саяси жерлерін, экономика жерлерін жазатын журналист мүлдем жоқ десе де болады. Бар Фейсбукта отыратын саяси блогерлер өте керемет талдап жазады. Сондай материал жетіспейді біздің журналистикаға деп айтар едім. Әр нәрсенің басын қаузап, Қазақстанда мынаншама экономикадан өсіп жатырмыз, мынаншама кеміп жатырмыз, экономиканы қайтсе өсіруге болады деген сияқты тақырыптан шыға алмай қаламыз да, өйткені оған сауатымыз жетпейді біздің ары қарай жазуға. Сондықтан мысалы Казгуда алайын, мен Казгуде оқыдым ғой, экономика факультетінде оқи ма? Ол жазуға да машықтанып шықса сол экономика саласын деп ойлаймын да. Немесе журналистикада экономиканы бөлек оқытсын, экономиканы оқытатын жаңа журналистерді бөлек дайындасын, саясатты жазатын студенттер бөлек дайындаса деген бір ой бар енді. Білмеймін, мүмкін болатын шығар. Мен де осыны сізге сұрақ ретінде қойғым келген, яғни әртүрлі тақырыптан гөрі бір ғана
дейсіз ғой, иә? Сіздің кішкентай ма? Иә. Енді кішкентаймен отыр едім бүгін. Менде демалыс болды. Жақсы. Яғни Қайтадан сұрағыңызды қайталайсыз ба? сұрақ болғанда мен мұны сұрақ ретінде қойғым келген, бірақ сіз уже жауап беріп болдыңыз негізінде. Яғни журналистер әртүрлі тақырыпты таңдағаннан гөрі мынау ойбай көп қаралым болады, осы туралы жазайын, мынаны айтайын дегеннен гөрі әркім бір бағытты таңдап сол бойынша жұмыс істесе тиімдірек болады дейсіз ғой, иә? Иә. Енді бізде көбіне оқырманды кінәлайды ғой, оқырманның талғамы өте төмен деп та. Егер біздің ұсынатын товар ретінде алайықшы, біздің ұсынатын товарымыз егер сапалы болса, оны тұтынатын тұтынушы да сапалы дүниеге қарай ұмтылады. Сондықтан біз салалық журналистиканы дамытсақ, мысалы Ресейдің сайттарында мен өзім қарайтын салалық материалдар өте жақсы қаралады да, жаңа жазылады, соларға қарап отырамын да, бізде неге осындай материалдар жазатын сайттар жоқ екен деп ойлап қаламын. Бізде қазір мысалы Ақорда газеттің, Парламент газет деген сияқты ресми биліктің сайттарына кіреді, сол жерден ақпараттарды алады, немесе Тенгриньюсте жазылған ең бірінші шыққан материалды алады да, көшіреді деп басқа сайттар өздеріне салады. Одан оқырман сол уақытта атын айғайлатып қойсаң кіруі мүмкін, сол уақытта ғана сенің рейтингің 100-ден жоғары болып кетуі мүмкін, бірақ ол келесі күні қайтадан сен бұрынғы 300-де тұратын рейтингге қайтып келесің да. Одан сен өз-өзіңді ғана алдап отырсың, басқа ештеңе емес деп айтар едім. Ол тұрақты оқырманды қалыптастыру үшін сайттың өзінің ерекшелігі болу керек. Қазір не көп, ақпараттық сайт көп. Онда да ақпараттық сайт дегенде Тенгриньюс сияқты ақпарат беретін холдинг емес, Тенгриньюстен көшіріп алған материалдар жариялайтын ақпараттық сайттар ғой. Солай айтар едім. Иә, мысалы кейде өзіміз де қарап отырамыз бұл сайттарды, сол кезде мынандай әңгіме айтып жатады, материалда, мысалы, бүгін Алматы қаласында мынандай оқиға болды деп хабарлайды Тенгриньюс сайты, KZ сайты дейді. Апам мынандай әңгіме айтып жатыр деген сияқты бір не болып қалады, қарапайым болып қалатын секілді да. Енді сайт дегенде редакция ғой негізі. Газетті редакция деп айтамыз ғой, біз оның құрамында қырғын мысалы адамы бар, журналисті бар деген сияқты, корректоры бар. Сайтта негізі редакция, бізде просто әлі күнге бір түсіністік бір қалыптаспай тұр да. Редакцияда, сайтта мысалы қате көп, өте көп болады сайттың материалдарында. Неге? Себебі сайтта корректор жұмыс жасамайды. Ал газеттерде корректор бар да. Сапа жағына да мән беру керек сайттардың. Шығатын материалдардың сауаттылығына да мән беру керек. Қалай болса солай жазып шығара салады. Редакция құрамы қалай жұмыс жасайды, тура солай сайтта да редакция құрамы болу керек. Ол редактор бар, корректор бар, жаңағы журналисті бар, менеджері бар, сайттың имиджімен жұмыс жасайтын пиар менеджері бар деген сияқты. Сайттың имиджімен де жұмыс жасау керек. Тіпті сайттың логотипінің өзінен бірінші бастау керек. Домен алған кезде да, сайттың атауын алған кезде қайсы бос тұр, соны ала салмау керек. Сен қандай нәрсені қозғайтын сайт ашайын деп отырсың, соның тақырыбына сай қылу керек. Например, мысалы, Қошқар газет десең, мысалы, малдар туралы жазады екен ғой деген сияқты ой қалыптасады ғой. Бірақ оның ішіне кіріп қалсаң, саяси материалдарда тұрады, басқа материалдарда тұрады да. Мысалы, осы жағынан да атауынан бастау керек, жалпы сайт ашқан кезде. Одан кейін бірден сайтым менің ақша тауып кетсе деген нәрсе ол мүлдем болмайды. Сайт өз-өзін ақтау үшін кем дегенде 4-5 жыл жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Оған бір нәрсеге қол жеткізу үшін бірінші адам құю керек қой, ақша, инвестиция құю керек. Баланы тәрбиелегенде де сондай ғой. Мысалы, қазір балам менің министр болып кетсе, әкім болып кетсе деп көбісі айтады ғой. Бірақ сол бала министр, әкім болам дегенше оған құятын инвестицияны құю керек. Оны сол бағытқа тәрбиелеп дамыту керек деген сияқты ғой. Тура сол сияқты жұмыс дегенде ол адамның баласы ғой. 24 сағатымыз 12 сағаты жұмыспен өтіп, өле-өлгенше әлде жұмыс жасаймыз да, например. Сол жұмыс сенің балаңдай болып кетеді. Сондықтан жаның ашып, егер шынымен де сол жұмыспен нәтижеге жеткің келсе, оған салатын дүниені салса, ол нәтижесін береді деп ойлаймын. Жақсы. 3-4 айдан кейін жазда тағы бір бітіруші түлектер, жүздеген мыңдаған журналистика саласын бітіріп шыққан түлектер шығады. Енді олар осы дәл 2021 жыл, 21 ғасырда қандай жаңалықпен келу керек сіздің ойыңызша журналистикаға?
сананы жаңғырту деп айтып жатыр. Рухани жаңғыру дедік, сананы жаңғырту дедік. Бірақ кейбір оған мысқылдап та қарады ғой. Негізі келген кезде бізде қазір қоғамдық сананы өзгерту өте қажет деп ойлаймын. Себебі бір мысал келтірейін. Мысалы Африканың шығыс жаңағы бөлігінде өмір сүретін тайпалар өздерінің бұрынғы ата бабасының салт дәстүрімен өмір сүреді әлі күнге дейін. Ал соның салдарынан олар құрдымға кетуге азақ алдында тұр да. Ал олар әрі қарай өздерінің өмірін жалғастыру үшін оларға пәленбай ғасырлық еңбек қажет. Еңбектен бөлек оларға ең бірінші санасын өзгерту керек. Қазіргі өркениетке икемделу керек, заман талабына икемделу керек та. Сол сияқты бізде Қазақстанда, елімізде бізде мынандай қоғамдық сана қалыптасқан. Журналистикаға қатысты. Сен ақынсың ба, мектепте өлең жаза аласың ба? Онда сен журналистикаға баруың керек. Сен кішкене бір шығарма жаза аласың ба? Бұл сен журналист болуың керек деген да. Басындағы қаланатын фундамент дұрыс емес бізде. Сол кездегі айтылатын саналық не қалай дейді оны? Санамыз дұрыс емес та. Мен өлең жаза аламын, мен журналист болуым керек деп. Кешіріңіз, юрист те өлең жаза алуы мүмкін да, например, саясаткер де өлең жаза алуы мүмкін. Сол басындағы фундамент дұрыс емес болып тұр да. Ол енді ата-ананың қателігі ма, жоқ ұстаздың қателігі ма, мен нақты айта алмаймын. Бірақ балаға айту керек. Сен өлең жазып, сен шығарма жазып, әдеби монологтар керемет оқуың мүмкін, бірақ сенен ол журналист шығады деген сөз емес деп оны түсіндіру керек сияқты да. Бізде осындай ауылдан шыққан, әсіресе ауылдық жерден шыққан оқушылар осындай санамен келеді да журналистикаға түседі. Ал салдарынан не болады? Алғашқы жылдар депрессия болады. Өйткені жаза алмайды. Журналист сияқты жаңағы талдау деген дерек, мәлімет келтіру деген түсінбейді. Мен не үшін түстім мына журналистикаға? Соншама 900 мың теңге, миллион ақша төлеп отырмын дегендер бар. Қазір журналистика ұлттық университеттерде өте қымбат бағасы, миллионға пара-пар. Енді жекеменшіктер нақты білмеймін. Сонша ақша төлегеннен кейін қой енді дипломымды алып шығайын деп алып шығады. Алып шықпайды емес, шығады алып. Бірақ солар айналғанда соңында жұмыссыз қалады. Себебі қабілет жоқ. Бізде қазір саны бар, сапасы жоқ деген сөз көп айтады ғой. Сол сияқты ғой, дипломы бар маман иелері көп, бірақ қабілет жоқ. Ал жұмысқа келгенде ең бірінші жұмыс беруші қабілетке қарайды ғой. Ол жаза ала ма, ол алып кете ала ма деген сияқты. Егер бала алып кете алмай тұрса, ол қанша ол ұлттық университетті бітірсін, қызыл дипломы болсын, магистратура дипломы болсын, адамда қабілет болмаса ол жұмысты істеуге, ол бәрібір ол оның алған дипломы да, алған қызыл жаңағы түсі да маңызды емес болып қалады. Енді менің бір қынжылатыным, бізде жекеменшік университеттерде де бәрінде қазір өте көп қой бізде журналистиканы оқытатын оқу орындары. Бәрінен бір қаншама адам бітіріп шығады, ал соңында соның бір 20-30% жұмысқа кірсе деп ойлаймын да. Менің өзім жеке басым, мен жұмыспен қиналған жоқпын, себебі оқуға түскеннен кейін 6 айдан кейін жұмысқа кіріп кеттім. Стажировкада жүрдім 1 ай. Тегін деймін ба? Кофе де тасыдым, шай де тасыдым. Одан өттім да, мысалы. Одан кейін мен диплом алғаннан кейін де жұмысымды жалғастырып кете бердім. Бірақ менің қатарластарым болды, 4 жыл бойы тек сабағын оқып, қосымша жұмыс істеп, тәжірибе жинақтамаған. Әлі күнге олар журналистика саласында емес, біреу бармен болды, біреуі тағы фастфудта жұмыс істейді деген сияқты ғой. Біреуі нумеролог болып кетті, вот осындай бағыттарға кетті. Біреулер копирайтер болды. Ну, копирайтерді ойлаймын, что журналистикаға жақын. Ол Инстаграмын дамытып, әркім осылай, біреу жеке кәсіппен айналысып кетті. Соңында сондай болды ғой. 100 шақты түлек бітірдік. Соның бір 50% дейікші, жұмысқа кірді ме, кірмеді ме белгісіз ғой. Қалғандары айналысатын өздерінің жеке дүниесімен айналысып кетті. Ол үшін енді журналистиканы оқытатын оқу орындарын санын азайту керек шығар, сапалысын ғана қалдырып. Бір жерде журналистиканың факультеті бар, бір жерде кафедрасы бар, бір жерде жай ғана бөлімшесі бар деген сияқтылар көп қой. Одан бөлек тағы бір журналистиканы оқытатын жай ғана 3 айлық курстар да бар. Енді бұның бәрі енді өзгерісті қажет етеді әрине. Жақсы, түсінікті. Яғни жаңадан журналистикаға келетін жастар сапалы біліммен келуі керек. Яғни ол сатиралық тұрғыдан да, сыни тұрғыдан да, шығармашылық тұрғыдан да жаза алу керек, соған келісесіз бе? Жазу бар ғой, тәжірибемен де шыңдалып,
кете береді. Тәжірибе арқылы да жазып үйреніп кететіндер де бар. Ол практика жүзінде да, теория емес. Тек менің ойлайтыным, мектеп қабырғасында журналист деген кім дегенді дұрыс түсіндіру керек сияқты. Журналист деген ол ақын емес деген сияқтыны әкелгім келіп тұр да мен бұл жерге. Яғни бізді көріп отырған ұстаздар қауымына, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің ұстаздар қауымына құлақтарына алтын сырға, журналист деген ол өлең жазатын ақын емес, немесе әңгіме жазатын жазушы емес. Журналист олардан мүлде бөлек, шатастырмаңыздар деймін. Әлеуметтік ғылымның өкілі дейікші онда. Енді ақбота, мынаған келейікші. Қазір мына әлеуметтік желіні өзінің пайдасына жақсы пайдаланып қарқынды дамып жатыр. Жеке YouTube каналдар арқылы журналистер де шығып жатыр. Болмаса әлеуметтік желіде жазып жүрген жеке журналистер шығып жатыр. Оларға көзқарасыңыз қалай? Енді қолынан келсе қомшынан бас деген ғой осы. Мысалы, қолынан келіп тұр ма, істесін, оған шектеу қоюдың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мысалы, менің өзімнің қолымнан Instagram жүргізу, әлеуметтік желілерде белсенді жазу деген келмейді екен. Келмейтіннің тіпті дәлелі менің Instagram парақшамда жоқ, жеке өзімнің. Бірақ ол андай газет, журнал жаз десе мен жазам да. Сол сияқты ғой, егер қолынан келсе, істей берсін. Ол қазіргі заман енді бір ұйықтап қалатын, бір орында тұрып қалатын уақыт емес. Кім еңбек етеді, кім білімді, сол алға шығатын заман болып тұр ғой. Яғни олардың болғанында дұрыс, бәсеке болады, конкуренция болады. Иә. Әркімнің өзіндік дүниесін айтып келер. Енді бәрі ақылды ғой қазір қоғамда. Кімнен не сұрасаң да бәрі ақыл айтады. Іске келген кезде мүлде бөлек енді. Сөздің адамы бар, істің адамы бар деген сияқты ғой. Біреулер бар, керемет сөйлемеуі мүмкін, бірақ жұмысын, ісін керемет атқаратын да. Осы жерде бір нәрсе айтқым келді. Мысалы, біз мен бастық болсам, тағы бір нәрсе деген сияқты біз ана билікке қарай ұмтыламыз ғой, бірақ оның өзі бір талант деп ойлаймын. Мысалы, адамның бойында егер басқарушылық қабілет болмаса, ол адамды сен 100 рет президент или там жаңағы сол мекеменің бастығы, директоры қылып қоя бер, ол бәрібір оны басқара алмайды. Өйткені ұжыммен сөйлесуді білмейді, қарым-қатынас жасауды білмейді, өзінің қол астындағылардың жағдайын түсіне білмейді, адамдармен коммуникация дейміз ғой, жаңағы байланыс орнатуды білмейді. Егер адамда басқарушылық қабілет болса, ол ана қара жұмысты істей алмауы мүмкін, бірақ ол керемет ұйымдастырады. Ол керемет ойлайды, креатив ойларымен жаңағы мекемені жандандырып, даже рейтингте біріншіге шығарып тастауы да мүмкін да. Оның бәрі адамның қабілетіне келіп тіреледі. Енді 99% еңбек, 1% бақ деген сөздерде бар ғой. Дегенмен де қабілет ол бәрібір қанмен беріледі деп ойлаймын. Жақсы. Мөңкеге айтқан ғой, біреуге ең оңай, біреуге ақыл айту, ең қиыны біреудің айтқан ақылын орындау деген ғой, мысалы. Сол пікіріңізге қосыламын. Қазір бәрі ақыл айтып кетті. Енді қабілетті қалай шыңдауға болады? Сіз айттыңыз ғой, қабілет болу керек дедіңіз. Жақсы, менде кішкене болса қабілет болды. Мен оны ары қарай қалай дамытуым керек? Жаза беруім керек па? Иә, енді мен бірінші жұмысқа кірген кезде, менде ол кезде Шадияр есімді ағай болды, главный редактор. Сызып тастады, 2 рет, 3 рет материалым сызып тастады. Мен оны барып, букмекер кеңсе туралы жаздым, ең бірінші, мен әлі есімде. Кәдімгі букмекерге бардым, студенттерден сұрадым, сол жерде букмекерден студенттер шықпайтын кездер ғой. Сол материалым жазып келсем сызып тастады ғой. И мен ол кезде жылап, енді кішкентай қыз болдым, 17-дегі. Жылап, неге өйтіп сызады, мен соншама еңбек әкелдім ғой деп. Дұрыстап кел дейді. Қайтадан дұрыстап келем, қабылдамайды. Сөйтіп 3-4 рет сызып тастады материалымды. Осындай нәрсені қазіргі журналистикаға келген студенттерге істеңізші. Олар деген прям шығармасаң шығармай-ақ қой. Мен шығаратын жер тауып аламын деген сияқты менмендікке салады да. Бірақ осы нәрсе адамды шыңдайды негізі. Әр адамның жаңағы
әр редактордың, главный редактордың өзінің жазу стилі, түсінігі болады ғой. Әрқайсысы әртүрлі. Мысалы, біреу сол мақаламды қабылдамаса, біреу қабылдауы мүмкін да, оны білмейсің ғой. Бірақ сол кезде қабылдамағаны мүмкін жақсы болды ма деп те ойлаймын мен. Бірақ сол кезде мен қайтпадым. Сөйтіп жүріп бір ай тегін жүрдім ғой. Бірақ сол жұмысқа кірдім. Қайтпаған мінездің арқасы шығар деп те ойлаймын кейде. Осылай журналист болып қалыптасуыма септігін тигізген. Енді бізде қазір журналистикада айлық жағы бір керемет, ақша жағын қырып жойып табасың деп айта алмайсың ғой журналистикада. Бірақ шығармашылық жұмыс қой. Енді менен юрист шықпауы мүмкін, мысалы, меніңше бухгалтер да, бірақ менен журналист точно шығады деймін ба. Кейбіреулер айтады, мысалы мен өзім жаңа қабілетімді дамыту үшін, шыңдау үшін, өзім жазып жүрген жұмыстарым туралы бір пікір есту үшін сайттарға қалай ұсынсам болады, газеттерге қалай берсем болады. Мысалы мен сізге Ақбота ханым, мен мынандай бір дүние жазып едім, сайтыңызға болмаса газетіңізге жариялап бере аласыз ба деп ұсына беруіме бола ма? Мен дәл қазір жұмыс істейтін орнымда мен басшы емеспін. Менің құзыретімде өйтіп шара салуға. Ал бірақ мен осыған дейін істеген жұмыс орнымда мен главный редактор болғанмын. Ол жерде біз Казгудың студенттерімен, журналистикада оқитын студенттермен байланыс орнаттық. Олардың жаңағы жазған материалдарын шығарып беру жақсы болып жатса. Одан кейін, мысалы, ұстаздар тапсырма береді ғой, сұхбат алып кел деген сияқты үйрету үшін оларға. Олардың сұхбаттары енді соншама адамнан сұхбат алғаннан кейін ол көрінбей қалмасын, тек сол студент жаңағы ненің қабырғасында қалып қалмасын университеттің деп сайттарымызға шығарып берген уақыттар болды. Одан бөлек блог деген, енді сайттың ішінде блог деген бөлек айдар болды. Сол блогқа студенттер өздерінің материалдарын да салып отыратын. Егер сайттың жаңағы стилі егер соған келіп жатса, ол шектеу қоюдың қажеті жоқ деп ойлаймын. Керісінше студенттермен байланыс орнатсақ, студенттер талпынады ғой. Одан кейін бізде стажировка деген бар ғой енді. Стажировка емес, қалай еді? Мен ұмытып қалдым. Университетте біз өтеміз ғой, тәжірибеден өтеміз ғой, практикадан өтеміз ғой. Сол кезде газеттерге, сайттарға, журналдарға өзімде бардым ғой, практикадан өту үшін. Кейбірі қабылдайды. Келіңіз, көріңіз деп, біреулер ұнатып қалса жұмыстарын да ұсынады. Ол жерде де адамның өзіне байланысты. Егер өз-өзін көрсетіп қалса, сол практикадан кейін жұмысқа қалуға да мүмкіндік туады негізі. Жұмыс жоқ деген сөз сылтау деп ойлаймын. Кейбір сайттар ақылы түрде материал қабылдайды, жасыратын жоқ, бар ондайлар. 5000 теңгеге сіздің бір материалыңызды шығарып беремін деп, мысалға, мына көбінесе мен мұғалімдерге жаңағы категориясына керек болу үшін материалдар қабылдап береді, болмаса бір магистрлік қорғап жатқандарға мектеп береді деген сияқты. Сондайларға көзқарасыңыз қандай? Ақылы түрде материал қабылдайтын сайттар. Енді ол да керек қой қазір. Өйткені деген мемлекеттен қолдау жоқ болып отырса, ешқандай пайда көзі жоқ болып отырса, сайттар қалай пайда табады? Әрине сол ақылы негізде материалдардан пайда табады ғой. Ол сайттың өзінің жаңа кем дегенде 2 журналист болады сайттың да, кем дегенде. Оның айлығы ақысы бар. Ол сайттың өзінің жаңағы техподдержка дейміз ғой. Оның төлейтін төлемдері бар. Оның барлығына қалтасынан адам өмір бойы шығару деген ол мүмкін емес қой. Онда не пайда? Онда өйткенше ол сайт жаба салмаймын, например, да. Енді сол үшін ақылы материалдар қабылдай алатын, ақылы материалдарды ұсына алатын тұтынушысы болса, ол тіптен керемет. Өйткені қазір сайттарға ақылы материалдар беретіндер аз, себебі. Жақсы, бір ауыз сөзбен түйіндей кетіңізші соңғы сұрағымызды. Мысалға, алдағы 10 жылдықта, 20 жылдықта қазақ журналистикасы қандай болуы мүмкін? Осымен түйіндей осы сұрақтың жауабы. Ойбай. Қазақ журналистикасы туралы пікір айта аламын ба мен? Қандай болу керек? Бізде 2013 жылы Казгуге американдық бір профессор келді, атын ұмытып тұрмын қазір. Сол профессор айтқан, бізде қазір теледидарды ешкім көрмейді, бәрі сайтқа өтіп кеткен деп 2013-те. Сол кезде мен 2013-те таң қалғам, қуама, қалай телевизор көрмейді деп та, қалай сайттан оқиды. Ол кезде енді бізде
сайттар пайда болып, енді дамып жатқан кез ғой. Өзі 2019-нан бастап дамыды ғой бізде сайттар. 2013-те аса бір әлі Тенгриньюз деген сияқты аты шыққан сайттар жоқ кез ғой. KZ деген домен пайда болып жатқан кездер. Сол кезде мен таңғалғам, қалай адам сайттан оқиды, қалай теледидар көрмейді деп. Қазір айналғанда сол уақыт бізге келді ғой. Мысалы, теледидар қазір көретін жастар өте аз. Өз басымыздың даже теледидар көретін уақыт жоқ қой бізде. Таңертең кешке жұмыстамыз да. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің уақыты бар сияқты. Кезінде газет журналдарда дүркіреп тұрды, олар да қазір басылып келе жатыр. Радиоға деген сұраныс азайып келе жатыр. Сол сияқты телеарналарға деген ютубқа көшті бәрі да, например, ютуб каналға көшті. Телеарнаға деген сұраныс та азайып, телеарналар да саны азаятын шығар деп ойлаймын осы 20 жылдықта. Сосын әр мекеменің, даже ресми органдардың ютубта өздерінің каналдары болатын шығар деп ойлаймын. Сосын сайттың арасында бәсекелестік өте қатты дамып, бізде бұқаралық ақпарат құралдары заңға интернет басылымдары туралы өзгерістер енгізілетін шығар деп те ойлаймын. Мысалы, әлеуметтік желілерді баспасөз құралының құрамына кіргізіп жатыр ғой. Өйткені әлеуметтік желіде қоғамдық пікір өте қатты қалыптасқан. Қазір бір нәрсеге ва десе болды, бүкіл мемлекет жоғарғы жаққа дейін жетеді дауысы да, например. Әлеуметтік желілердің деңгейі өседі деп ойлаймын 20 жылдықта. Әлеуметтік желі даже қоғамда кәдімгідей бір үлкен рөл атқаратын деңгейге жетеді деп ойлаймын. 20 жылдықта осындай даму үдерісі болады деп көз алдыма елестетем. Жақсы, Ақбота ханым, бүгінгі салиқалы сұхбатыңызға мыңда бір рахмет. Арнайы уақыт бөлгеніңізге Алла разы болсын. Әрқашан жазғаныңыздан жазарыңыз таусылмасын сізге. Шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Қош сау болыңыз, көріскенше күн жақсы болсын. Сау болыңыз.